Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесі адам жанының тереңіне бойлайтын, жүректі шым еткізетін шығарма. Бұл ағасы мен інісінің 11 жылдан кейінгі кездесуі туралы хикая. Бірақ бұл жай ғана кездесу емес. Бұл уақыттың, тағдырдың, жат ортаның адам жүрегіне салған ізі туралы әңгіме. Манап туған бауырын сағынып келген аға. Інісі Қали 4 жасында балалар үйіне тапсырылған. Содан бері олар бір-бірін көрмеген. Арада ұзақ жылдар өтті. Бірақ Манаптың жүрегінде бауырлық сезім өшкен жоқ. Балалар үйінің директоры мекеменің жетістіктерін айтып, мақтанышпен таныстырады. Заманауи ғимараттар, спорт залы, үйірмелер. Барлығы бар. Бірақ Манап үшін ең маңыздысы бір ғана адам. Ол Қали. Кездесу сәті туады. Бозбала сыртқа шыға келгенде Манап орнынан атып тұрады. Әке нышаны анық. Жүрісінде, жүзінде, қимылында таныс белгілер бар. Бірақ сол сәтте Манап не істерін білмей қалады. Құшақ жая ұмтылу ма? Сабыр сақтау ма? Жүрек дүрсілі шешім қабылдатпайды. Ал Қали. Ол ағасына бейжай қарайды. Тіпті орысша амандасады. Сол бір ауыз сөз Манаптың жүрегіне шоқтай тиеді. Қан бір болғанымен көңіл алыстап кеткенін сезеді. Манап өзін жинап, інісін құшағына тартады. Бірақ бозбала салқын. Ішкі жақындық сезілмейді. 11 жыл ажырау бір сәтте жойыла салмайды екен. Екеуі орындыққа отырып сөйлеседі. Манап туған ауылды, әкені, балалық шақты еске түсіреді. Бірақ Қалидың жадында ол күндер көмескі. Өскен ортасы басқа. Тілі басқа. Тәрбиесі басқа. Манап сонда түсінеді. Бауыр болу үшін қан ғана жеткіліксіз. Жүректе бірге өсуі керек. Қоштасар сәтте келіп жетеді. Манап кешкі пойызға үлгеруі тиіс. Қали жаттығуға асығады. Әкелген сыйлық костюмінде өзіне алмай, досына беруге рұқсат сұрайды. Бұл алыстаудың тағы бір белгісі. Қали кетіп бара жатып, бір сәтке бұрылып қол бұлғайды. Сол мезетте оның жүзінен әкелік нышан жылт ете қалады. Манаптың жүрегі дір етеді. Көзін жас торлайды. Бірақ кеш. Есік жабылады. Алдында бос баспалдақ қалады. Бауыр айырылысудың, жаттанудың, уақыттың қаталдығы туралы шығарма. Бұл ұлттық тамырдан ажыраудың қасіреті. Бұл кешіккен сағыныштың өкініші. Марат Қабанбай бізге бір шындықты еске салады. Адам жаны мөлдір әйнек. Сындырып алсақ, қайта жамау қиын. Сондықтан бауырды уақытында қадірлейік. Жақындарымыздан алыстап кетпейік. Өйткені кейбір есіктер жабылған соң қайта ашылмайды.